Достар сәлем, бүгін өте дәмді және тез дайындалатын жеңіл салаттың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып және видеоны соңына дейін көреңіз. Осындай 40 қабатты алып, тамырын кесіп тастаймыз, бірнеше бөліктерге бөліп, осындай керек емес қатты жерлерін пышақтың көмегімен алып тастаймыз. Бізге ол қажет емес. 40 қабатымыздың бір қабатын алып тастаймыз сыртқы. Және бірнеше бөліктерге бөліп, видеодағыдай етіп, ұзынша және жіңішке етіп турап шығамыз. Достар, бұл салатты дайындап көріңіздер. Негізінде өте тез дайын болатын, өте дәмді салаттардың бірі. Негізінде біз қазақ болған екен, көбінесе ет асамыз, манты жасаймыз. Сол кезде сондай екінші тағамдармен өте жақсы үйлесетін салат, сондықтан тәбетті де жақсы ашады. Және де уақытыңызды алмай тез дайын болады. Осылай видеодағыдай етіп турап шығамыз, ұзынша етіп. Және де үлкенірек ыдыс алыңыздар, өздеріңізге араластырғанға ыңғайлы болатындай. Қиярымызды жақсылап жуылған қиярымыздың сыртын осылай видеодағыдай етіп аршып шығамыз және осылай дөңгелек етіп тураймыз. Бұл салатты дайындап жатқанда иісі деген өте керемет шығып тұрады, тәбетті ашып. Нағыз витаминдерге толы салат қой негізінде. Құрамында қияр бар, 40 қабат, пияз, сарымсақ, болгар бұрышы, сәбіз. Барлығы да біздің ағзамызға өте пайдалы, сондай көкөністер. Барлығын турап осылай ыдысымызға саламыз. Қыста жасасаңыздар осындай салатты өте керемет шығады. Тіпті банкаға жапсаңыздар да болады. Оны мен келесі видеомда көрсететін боламын. Жіберіп алмаңыздар ол видеомды. Дәміне қарай осылай шекер саламыз, яғни қант және де тұз саламыз. Мен қызыл бұрыш септім, бірақ видеода ол қызыл бұрышым түспей қалған екен. Осылай сұйық майды құямыз, жақсылап араластырып шығамыз. Және де мен қара бұрышта септім дәміне қарай. Өздеріңізге ұнаса себіңіздер, ұнамаса онда қосу міндетті емес. Осылай жақсылап араластырамыз. Менің каналымда тағы да 5 минутта дайын болатын тәбет ашар салат дегеннің де рецептісі бар. Көрмей қалған болсаңыздар, сол видеоны да көріп шықсаңыздар және сол рецептпен дайындасаңыздар болады. Біздің салатымыз дайын болды. Осындай үлкендеу тәрелкемізге саламыз. Достар, жасап көріңіздер және де міндетті түрде астына комментарий қалдырамыз видеоның астына. Бұл салат жаңағыдай бургер жасаған кезде, үй жағдайында донер жасаған кезде арасына қоссаңыздар да болады. Менің салатым дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды айтамын. Сіздермен болған Ақбота Садыкова.